Рамазан жайлы бірер сөз қозғап өткім келеді, бауырлар. Мына алдымызда келе жатқан қасиетті мұбарак Рамазан айы бар. Оның қадірін білген де бар, білмеген де бар. Осы Рамазан айының келуі менен шығуы, оны қалай тұту жайлы жеңілдетіп айтып өткім келеді, бауырлар. Ішіндегі үкімдерін қалай қайтып екендігін имамдарымыз иншалла сіздерге кеңірек баяндар. Қандай сауал болса иншалла алдағы жұма намаздарда да, басқа намаздарда да сіздерге толығымен түсіндіруге әрекет жасайтын шығар иншалла. Бірінші үлкен нүктеміз осы Рамазан бабындағы, бауырлар, Рамазанның келу уақыты. Хадис кітаптарынан және фиқ кітаптарынан анық білетініміз, Рамазан бұл Рамазан айының тууымен басталады дейді. Бұл тууды көреміз да Рамазан бастай береміз. Оған екі адам дәлел болса болды деген мағына келеді. Дегенмен бүкіл 4 мазхаб кітабын ашып көріп шығыңыз. Рамазан айын оразасын қалай тұту керек десеңіз, сол сіз тұрған елдің жамағатымен бірге тұту керек деген міндет қойылады. Яғни сіз қай елде болсаңыз, сол елдің муфтияты, дін басыларының бұйрығымен бастаймыз және бірге бітіреміз. Бұл мазхаб ұстанатындарда да, ұстанбайтындарда да осындай үкім бар, бауырлар, біліп алыңыздар. Ал егер кімде-кім өзге бір елді ұнатып, мен Өзбекстанның оразасымен тұтамын, Ресейдің оразасымен тұтамын, Түркияның, Арабияның оразасымен тұтамын десе, сонда көшіп барсын. Және сол жердегі білімді адамдардан сұрасын. Қалай ораза тұтайын қазақ елінде деп, егер қазаққа сенбесе. Бауырлар, біз бір қауымбыз, бір елміз. Қыбламыз біреу, Құранымыз біреу, пайғамбарымыз біреу. Оразаны да бірге бастауымыз керек, бірге бітіреміз. Бір күн, екі күн бастап қоятын ол тақуалық емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күнді ықтият үшін тұтқан адамды қаралаған, қате деп санаған. Мынау күн Рамазан болса тұтайын, тұта салдым ары қарай. Рамазан болмаса нәпіл бола салсын деп тұту исламда дұрыс емес. Тек қана өзінің әдетімен тұтып келатқан, мысал дейік, дүйсенбі күні, бейсенбі күнгі оразалар дәл сол күнге келіп қалса, онда әңгіме бөлек болады. Бұл шәк күні туралы айтылған сөздер, күмән күні айтылатын сөздер. Бүгін Рамазан ба, жоқ па деп. Әйтсе де, бауырлар, біз сол күннен, ол бұрын еді, сол жайында айтылатын сөздер. Қазір технология, ғылым, білім дамыған заман. Адамдар айдың қай уақытта, қай минут, қай секундта туатынына шейін есептеп бере алады сізге. Сондықтан айтатыным, бауырлар, Рамазан айына қай күні басталатынын біздің Қазақстан дін басқармасы хабар берген, әлі де береді. Сол күннен бастап бірге ораза тұтайық. Иншалла ғибадаттарыңызды қабыл етсін.